Құрметті тыңдарман, Қанды қырғын 9 бөлім, ең соңы. Жүрекке ауыра алмаңыздар. Кішкене көзі басқа бір картинаға қарап тұрғандай ойлы. Неге шетелге қашпадың? Қалай қашам? Ақшаның бәрі теңге, бір қағаз доллар жоқ. Бұл теңгені шетелге апарғанмен жай құнсыз қағазбен тең болмай ма? Мен пәленбай 100 миллион деп құшақтап отырған ақшам, ол жақта түкке жарамайтын жай қағаз болады ғой. Мені тоқтатқан сол, ең құрғанда біразы болса, сол доллар болса, мен кетіп қалар ем. Сосын асықпай араға жыл салып, қалғанын ауыстырып алар едім. Оған доллар болмады ғой, сол 3 ай тыныш отырдым. 3 айдан соң ақшаны аздан ауыстыруға кірістім. Онда да шеткерлеу, базар ішінде көп сандалдым. Сол барахолкада ауыстыра берейін деп едім. Тағы қорықтым. Бетімдегі тыртығым ертеме кешпе мені ұстап беретінін білгем. Осы тыртықты тыға жүріп, көп теңгені мандытып ауыстыра алмадым. Көзілдірік тағып, кепканы басып киіп, әрекет жасадым. Солай бүркеніп жүргенім тіптен күдік тудыратындай болды. Бір-екі рет солай киінген жастарды тоқтатып, құжаттарын сұрап жатқанын байқадым. Содан ақша ауыстыруды шегере бердім. Араға адам салмадым. Адам салсам, ол адам ақша үшін сатып кететінін жақсы білдім. Сол ақырындап қаланың ар жақ, бер жағында жүріп, көзге көп түспеуге тырыстым. Ақыры сол ақша ауыстырам деп ұсталдым, деді. Басын салбыратып отырып қалды. Мен айтқандарын диктофонмен қатар жазып отырып, қағаздарды толық толтырып болған соң алдына итердім. Ол сәл бөгеліп азғана оқығандай болды да, тез қол қойды. Мен ешқандай сөз таба алмадым. Бір сәт оған да жаным ашығандай болды да, ол жанашырлығым кінәсіз сәбилердің өлімі елестегенде жуылып кетті. Сотты бір мәрте ғана болған жоқ. Өйткені өте шулы әрі тым ауыр қылмыс болғандықтан, біресе облыстан тексеру, біресе республикалық тексеру ұзаққа созылды. Неше мәрте қайталанды. Қанішер болған жағдайды неше мәрте комиссиялардың көзінше қайталап көрсетіп жүрді. Қаруды да ұзақ іздедік, таппадық. Ол сол күні ауданнан сол үйден шыға салып қала ішінде жүретін таксимен қаланың шыға берісіне жеткен. Сосын кездескен көлікпен үлкен трассаға жеткен. Сосын тағы да кездескен көлікке отырып Алматыға барған. Бірден пәтерге тартқан. Ақшанды ала салып есіктен шығып бара жатқанда түрін келіншектің анық көргеніне аса сенімді болмаған. Бетін қолымен жауып, кепкасын басып киіп өте шыққан. Төменнен жоғары қарап тұрған келіншек бәрін аңғарды деп сәл ғана күдіктенгенде, оған уақыт құртпай қаша берген. Ол өз тыртығы болса да, болмаса да бәрібір өзін іздейтін нақты білген. Бағбан, болмаса алыс жақын туыстары айтатынын білген. Сондықтан тасада жата тұрып, шетел асу арманын орындауға тырысқан. Құжатында ауыстырғысы келген. Бірақ оған да сол тыртығы кедергі жасаған. Осыларды неше сұрасақта жаңылыспай айтып беріп отырды. Тек автоматты лақтырып тастадым. Қай жер екенін білмеймін деп айтпады. Соңғы сот болды. Сол соңғы сотта кішкене ұл баланы да алып келген. Ол өсіп қалған еді. Алдыңғы болған соттарда қыз әрдайым куәгер болып өз куәлігін айтып, жағдай қалай болған неше мәрте қайталап, жүрексінбей тұрып айтқан еді. Тек қанішерге бір рет те қарамаған болатын. Сот қылмыскерге өмірлікке бас бостандығынан айыру деген үкім айтқанда ғана қыз атып тұрып: неге ату жазасына бермейсіңдер? Неге бұл қанішер тірі болу керек деп өкіріп жылап, тұтқынға атылып, темір тордың қасына барып: Сен өмір сүруге лайық емессің. Сен өл. Біз жұтқан ауаны жұтпа. Біз көрген күн шуағын көрме. Өл деп өкіріп жылаған. Залдағы сақшылар мен дәрігер қызды тыныштандырып орнына отырғызған. Сот қылмыскерге қарап: соңғы сөзіңді айтасың ба дегенде, ол орнынан тұрып, сәбиге ұзақ қарап, сосын қызға қарап: мен өле қалсам, ол оңай ғана болар еді. Мен азапты енді ғана өмірімде абақтыда отырғанда көрем. Тірі адамға содан өткен азап жоқ.
Мен әр күнімде, әр түсімде сенің әкең, шешең, бауырларыңды көріп қиналып жүрем. Ол өлімнен де жаман. Мен сол азапты арқалап өтемін. Сен мені кешірмейтініңді білем. Кешірме, қызым. Сені анаң кеудесін төсеп аман алып қалды. Ал балақайды періштесі қақты. Енді сендер өмір сүріңдер. Менің қанішер болғаным ағайынның алалағаны. Сендерді ешкім солай алаламасын. Қош, аман бол деп дауыстап айтты. Қанішерді кісендеп алып кетті. Сот залынан меңіреу адам сияқты шықтым. Дүние астан кессең, тағы да адамдардың бір-бірінің қадірін бағаламағаннан туған қаскөйлік, ақыры өлім. Не деген сұмдық. Мен көп ойланып, бұл қанішердің ұсталмай кетуі де мүмкін еді ғой деген ойға кеттім. Оның шетелде, көрші елді айтам, сол жерде теңгені ауыстыра алатын білмегендігі, сауатсыздығы менің ұстап алуыма көмек берді. Егерде ол көрші елдердің бір қаласында жатып, ақшасын шетінен ауыстырып, жыл-2 жыл жатып, сосын құжат жасатып кетіп қалса бітіп еді. Қасиетті теңгем-ау, сенің теңге болып қанішерді ұстауыма көмек бергеніңе шүкірлік етем. Қыз апайын құшақтап артынан ағай, балақайды көтеріп, менің қасымнан өтіп бара жатқан еді. Қыз мені көріп тоқтап қалып қасыма келді. Осы 1,5 жылда қыз ересек болып кеткен. Көзінде мұң, ешқандай жастық ұшқын жоқтай. Жұқай ерні сәл дірілдеп, астыңғы ерін тістеп тұрып, жас толған көздерімен маған мейірлене қарап тұрды да, ақырын келіп құшақтады. Мен де құшақтап тұрмын. Солқылдап жылағаны денесімен селкілдеп білініп тұр. Басын төсіме қойып, белімнен қапсыра құшақтап алған. Қатты қысып тұр. Мен иығынан асыра құшақтап, не істерін білмей апайына қарадым. Апайының жас сорғалап ағып, мұрнын бет орамалмен жауып алып, бір қолмен қызды түртті. Қыз басын көтеріп, мейірімді көзімен көзіме қарады. Сақ жүр, аман жүр, ініңе қара, сабағыңды жақсы оқы дедім. Неге солай айтқанымды өзімде ұқпаймын. Ол басын изеп, қайта құшақтап сәл тұрды. Сізге рахмет. Мен сіздің табатыңызға сенген едім. Рахмет, деді. Қызым, бұл менің жұмысым. Мен бар болған жұмысымды жасадым, дедім. Аз болғанда оны жоғалтып алар едім. Мен қателік жіберіп алдым ғой. Бұл бір сәттілік болды, деп ішімнен айтты. Қыз сәл ойланып тұрды да, басын изеп кете берді. Бұлыш жабылған соң әрине жиналыс болып, марапатқа бөленіп, шенім де өсті. Бірақ мен бұл істі ашсам да, сол сүрінгенімнен қатты ұялдым. Айтады ғой, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды деп. Бірақ мен оңбай сүрініп тұрып кеттім. Сәттілік болды. Болмаса бұл қанішер жер шарының қай бұрышына кеткенін қайдан табар едім. Болар болмас нәрсе қағаз бетіндегі жазу ізі маған өмірлік сабақ болды. Автор: мен осы Ерлан ағаның әр ісін қағаз бетіне жаза отырып, оқырмандарыма сақ әрі абай болыңыздар дегім келеді. Сұмдық оқиғаны неге жазады деп ренжисіздер ме? Бірақ бұл сұмдық оқиға шындық. Сонау 90-шы жылдары отбасыларымен талай жанұя қырылып қалған білесіздер. Бірі ректер десе, енді бірі мафия, бандиттер екен деп жатты. Сол сұмдық оқиғалар ауыздан ауызға жетсе, қағаз бетіне түспеген еді. Бірі ашылған, бірі ашылмай қалғандары бар. Дегенмен Ерландай ойы жүйрік, тапқыр, өз мамандығының шебері, тергеушілер саусақпен санарлықтай. Ол кісі істі ашса да, ол еңбегін тек сәттілік деп бағалап, өмірінің соңына дейін адал қызмет жасады. Сүріндім деп, сол қателігін мойындаумен болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп аяқтағым келеді. Автор иесі Жеңіскүл Тұрсынбаева. Құрметті оқырман, сіздерге 9 бөлімнен құралған қанды қырғынды дайындаған керек дерек арнасы. Басқаларға бөлісіп, таратып қойыңыздар. Ең бастысы, әр шаңырақта тек шаттық болсын. Бұндай жаман оқиғалар енді қайталанбасын.